Ассалаумағалейкум. Жалпы тілді қалай үйренсек болады, қалай тегін үйренсек болады деп жүрген кісілер үшін жақсы мүмкіншіліктер дайындадық. Біз барлық әлеуметтік желіде белсенді жұмыс жасап жатырмыз. Маңызды тілдерді сараладық. Оның ішінде бірінші кезекте әрине ағылшын тілі, орыс тілі, сосын қарыс тілі және жапон тілі, түрік тілдері бар. Өздеріңіз көріп отқандай бұл группалардың бәрі WhatsApp-та ашылған. WhatsApp группасына келу арқылы күнделікті аптасына көптеген сөздерді меңгеруге болады. Қандай тіл үйреніңіз? Бізде сіздің сөздік қорды молайтуға барлық жағдайлар жасалған. Яғни мәтін, дыбыс формасында үйретеміз. Аудио, текст форматта сабақтар жіберіліп тұрады. Қандай тіл үйренгіңіз келеді, сізге сөздік қор жинауға болады. Және сонымен қоса орыс тілді кісілер үшін және өзге ұлттар үшін орыс тілінде қазақ тілін үйренуге көмектесеміз. Мемлекеттік тілдің дамуына да жұмыс жасаймыз. Тіл білген әрине жақсы, оны тіл білетін кісілер жақсы біледі. Тіл білгеннің пайдасы көп. Көптеген білімдер үйренуге болады. Және өзіңіздің еске сақтау қабілетіңізді барынша арттыруға жұмыс жасайды. Күнделікті жаңа сөздер жаттасаңыз, күнделікті бір тілді үйренуге күш-қуат жұмсасаңыз, ол сіздің қабілетіңізді жетілдіреді. Өзіңіздің шетел тіл қабілетіңізді арттырып, шетелден көптеген білімді қазақ тіліне әкеліп жатсаңыз, о да бір үлкен патриоттық сезім еді. Ұлтын сүйетін адамдар әрине бірінші кезекте өз ана тілін бірінші орынға қояды. Қазақ айтады, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп. Өзге тілді біліп тұрып, өз тілімізді құрметтеп жатсақ, ол да бір үлкен болашағымыздың көрінісі. Өзіңізді дамыту үшін, ұлтымызды дамыту үшін қашанда біз өзгелердің озығын қабылдап, өзіміздің кемістіктерді, өзіміздің жетіле алмаған жақтарымызды жетілдіруіміз керек. Егер де қандай да бір тіл үйренгіңіз келсе, осы топтардың сілтемесін осы видеоның астына тастаймын. Осы видеоның астынан біздің WhatsApp группаларына қосылуыңызға болады. Бұнда ағылшын тілінен 3 топ, орыс тілінен 3 топ, түріктен 2 топ, жапоннан біреу, қарыстен біреу. Сіз қандай тіл үйренесіз? Бір ғана тобына кірсеңіз болды. Бір ағылшынша жетеді сізге, бір орысша жетеді, бір түрікше жетеді. 2 ағылшынша, 2 орысша, 2 түрікшеге қосылып алмаңыздар. Өйткені ағылшын тіліндегі топтардағы сабақ оқысаңыз, орыс тіліндегі топтардағы сабақ оқысаңыз, түрік тілде солай. Біреуінде болсаңыз болды, жеткілікті. Егер 3 топқа қосылсаңыз болады. Яғни түрікше, ағылшынша, орысша үйренсеңіз, солардың бір тобына қосылсаңыз болады. Сіздермен болған Талғам Сізде каналы. Бізді қолдаңыздар.